Уважаемые казахстанцы, дорогие наши алакальцы, разрешите мне от ветеранов пограничной службы поздравить вас с главным праздником Республики, с Днем Независимости. Также хочется сказать в преддверии этого праздника слова благодарности нашему первому президенту, нашему Эльбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Спасибо ему за то, что мы все, больше 100 наций, народностей и национальностей, живем в мире и согласии в нашей республике. Разрешите мне пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого неба над головой. Мен Түстікбаев Ильяс Нұрболұлы, Қазақстан студенттері альянсы президенті, қазір Нұр-Сұлтан қаласында қызметтемін. Күні кеше Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты атандым. Және де жастар жылының салтанатты жабылу рәсімінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы алдында алғашқы болып барлық жастардың атынан сөз сөйлеу мәртебесіне ие болдым. Менің жеңістерім мен жетістіктерім барлығы туған жерім Алакөл өңіріне арналады. Мен алакөлдік болғаным үшін әрдайым мақтанамын. Және де осы уақытты пайдаланып, аудан басшылығына және де маған білім нәрін сусындатқан ұстаздарыма, барлық қолдаған жандарға үлкен алғысымды білдіремін. Сіздерді бүгін 16 желтоқсан ең қасиетті мерекеміз тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ауданға дами беруді, өркендеуді, еліміздегі ең үздік өңір атануды тілеймін. Отбасыларыңызға амандық, бақ-береке, барлық жақсылықтар болсын. Уважаемые алакольцы, поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны, с Днем Независимости Республики Казахстан. Пусть в вашем доме всегда царит мир, благополучие, здоровье, спокойствие, любовь, счастье и отличное настроение. Желаю вам мирных светлых дней. Желаю, чтобы жизнь ключом кипела, чтобы спорилось каждое дело, а завтра было лучше, чем вчера. С праздником вас!